Гарден партий Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде екінші түлектер форумы өтті. Дәстүрге айналған жиын оқу ордасы мен түлектердің және жұмыс берушілер арасындағы байланысты күшейтуді көздейді. 90 жылға таяу тарихы бар оқу ордасы өңірге қажет кадр даярлайтын негізгі ұстахана. Жыл сайын университетті мыңдаған түлек тәмамдап, үлкен өмірге қанат қағады. Олардың басын қосып, оқу орнының стратегиялық даму жоспарын талқылау дәстүрге айналған. Жалпы түлектермен біз әрдайым тығыз байланыстамыз. Университет ол түлектерге алаң болып саналады. Кез келген түлек, кез келген уақытта есігі ашық келе береді университетке. Көптеген біздің шараларға белсене қатысады, біздің жобаларға белсене қатысады. Әрдайым университеттерін қолдап отырады. Қорқыт Ата endowmentке қаражат құйып отырады. Университеттен тәлім алған азаматтар дәл қазір еліміздің әр қиырында қызмет атқаруда. Олардың кейбірі жұмыс беруші ретінде оқу ордасымен әріптестік байланыс орнатқан. Соның аясында студенттер өндіріс алаңдарында, мекемелерде іс тәжірибеден өтіп, еңбек нарығына қосылып жатыр. Біз енді университеттің жұмыс берушілерінің біріміз. Өйткені осы түлектер, студенттер біздің балабақшаға, балалар үйіне келіп жұмыс жасайды, тәжірибеден өтеді. Қазір студенттерге барлық мүмкіндіктер жасалған. Ол өте жаһандану процесі университетте өте жақсы жолға қойылған. Қорқыт Ата мемлекеттік университеті менің ең басты альма матер деп аталады. Біз әрқашанда Қорқыт Ата университетін мақтан тұтамыз. Бәр жерде қолдан келгенше қолдап тұруға тырысамыз. Сеултехпен меморандумға отырды біздің университетіміз. Жалпы енді жасанды интеллект жағында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Іргелі істерге ұйытқы болған азаматтар үздік түлек төсбелгісімен және Қорқыт Ата атындағы алтын медальмен марапатталды. Университет ректоры түлектерге алғыс білдіріп, оқу ордасын одан әрі дамыту мақсатында бірлесіп кешенді жұмыстар жүргізуге шақырды. Қозы Көрпеш Асыраулы, Санжар Мансұр, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.